Бүгін біз ұлыстың ұлы күніне арналған наурыз көже дайындаймыз. Яғни наурыз көжеге біз 7 түрлі нәрсе қосамыз. Мен оңай әрі жеңіл дайындалатын наурыз көжемен сіздерге бөлсем. Дүкенге барып, біз өзімізге керек 4 түрлі дән алып келесіздер. Менің тапқан дәндерім сары жүгері, ақ жүгері, бидай и ноқат. Осы 4-еуін таптым. 4 дән, ет, 5-шісі су, қатық, қазы. Сонымен 7 нәрсеміз түгелдейміз. Мен арнайы қыстық соғымнан бір табақ ет алып қалам. Арнайы наурыз көжеге арнап, бір сүрленген қазы, сүрленген қабырға, бір сүрленген еттерді алып дайындаймын. Дәнді дақылдарымызды екіге бөліп дайындаймын. Бірінші, 2 жүгеріні суға бұқтырып алам. 20 минут қайнатам. Ал ноқат пен бидайды бірге қайнатам. Екеуін 20 минуттан жақсылап қайнатам да, 4-еуін бір ыдысқа араластырып, 3 сағат газдың ең төменгі 2 болса, сіздерде сол 2-ге қойып қойсаңыздар болады. 3 сағат ет қайнағанша сіздердің дәнді дақылдарыңыз бұғылып тұрады. Мұнаяқта қазымыз бен етімізді қайнатамыз. Етімізді сүзіп алып, сорпамызға дәнді дақылдарымызды салып араластырамыз. Сосын етімізді алып, турап, сол жаңағы наурыз көжемізге саламыз. Сөйтіп жарты сағат 20 минут қайнатсаңыздар болады. Далаға жарты сағатқа суытып алып, қатығымызды құямыз.